Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен жаңа жылдық дастарханға ең оңай әрі дәмді керемет салаттардың бірін дайындаймыз. Ең алдымен бізге қажет болады алдын ала пісіріп алған 300 немесе 200 грамм осындай тауық етіміз қажет. Осылай жіңішке формада турап аламыз. Құрметті көрермендер, менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қаласаңыздар, тауық етін копченый түрін қолдануға болады, ол да өте әдемі болып шығады. Сосын бір немесе екі свежий огурцымызды тура осындай формада турап аламыз. Огурцымызды турап болдық. Енді алдын ала дайындап алған корейский сәбіз салатымызды қосамыз. Ең алдымен осы сәбізімізді дайындап қойсаңыздар, өзіне дәмі кіріп, әдемі болып тұрады. Сосын күріш қосамыз. Енді қызыл бұршақ, яғни қызыл фасолымызды қосамыз. Қажетінше тұз қосамыз. 2 немесе 3 ас қасықта майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл салатымыз жасау үшін ешқанша уақыт кетпейді. Өте керемет дәмді салаттардың бірі. Әсіресе сәбізіміз бен свежий огурцы қытырлап керемет дәмді болады. Ал бізге ас болсын.